Ниш биыл нағыз емтиханда келген сұрақтарға талдау. Видеоны соңына дейін көрген ата-аналарымыз бен оқушыларымызға арнайы бонусымыз бар. Менің есімім Жансая, 314 оқу орталығында математика пәні мұғалімімін. Ендеше кеттік. Ең бірінші бізде мына жерде есептеңіз. Яғни бөлшектер берілген. Бұл жердегі бөлшектерде біз ең бірінші жоғарыдан бастамаймыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай ең соңында бізде 4 азайтылған 5-тен 4 деген бөлшек бар. Осыдан бастаймыз. Бізге осыдан есептеу оңай болады. Сіздер білесіздер, 5-ші сыныптан бастап өттіңіздер бөлшектерді. Яғни 4 азайтылған 5-тен 4 бөлшегін қалай шығарамыз? Екеуіне ортақ бөлім береміз. 4 бөлшегіне 5-тен береміз, яғни өйткені оның бөлімінде бізде көрінбейтін 1 бар деп айтамыз. Сондықтан әрі қарай тең деп жалғастыра береміз. Алым мен бөліміне 5-ті көбейтіп шығамыз. 1-ді 5-ке көбейткенде 5, ал алымында 4-ті 5-ке көбейткен кезде бізде 20 болады. Азайтылған 5-тен 4. Яғни бізде уже мына жерде бөлімдері бірдей болатын бөлшектер шықты, я? Екеуінің де бөлімі 5. Сондықтан бөлімі қалады, тек алымдарын азайтып отырамыз. Алымында 20-дан 4 азайтсақ 16 болады. Яғни 5-тен 16 деген бөлшек шықты. Енді оқушылар қараңыздар, бізден мына есепті сіздер ертең нишқа барған кезде осылай асықпай отырып шығарудың қажеті жоқ. Бұны жылдамырақ шығарасыздар. Қазір бізді бұл жерде 4-ші сынып, 5-ші сынып, 6-ші сыныптың оқушылар әртүрлі деңгейде қарайды. Сондықтан мен асықпай көрсететін боламын. Енді мына ең соңындағы есепті шығарып болғаннан кейін сәл жоғарыға көтерілеміз. Яғни мына жердегі бөлшектің бөлімінде біз шығарып болдық, 5-тен 16 шықты, алымында 8 бар. Мынау тұрған бөлшек бізде бөлу амалын бергендіктен мына 8-ді бөлеміз 5-тен 16-ға. Бөлшекті бөлуді ұмытып қалмадыңыздар ғой, өйткені бізде бөлу амалында қысқарту деген нәрсе жүрмейді. Оны біз көбейтуге айналдырып барып қысқарта аламыз. 5-тен 16 тең болады. Бөлуді көбейтуге айналдыру үшін бірінші бөлшек дәл сол күйінде қалады, ал екінші бөлшектің орнын ауыстырамыз. Яғни 16 мен 5-тің орны ауысады. Тең қысқаратындарын қысқартамыз. Яғни 8 және 16 бөлшектерін қысқартамыз. Сонда бізде жауабында 2-ден 5 деген бөлшек қалады. Енді мына 2-ден 5 дегенді біз мына жерде қосамыз 5 санына. 5-ті қосамын 2-ден 5-ке. Дәл бағанағыдай бөлшектердің бөлімін бірдей санға келтіріп алам. Яғни 5-ке 2-ден беретін болам. 5-ші сыныптағы осы тақырыпты жақсылап есте сақтап қалыңыздар. Өйткені бұл бізде жоғары кластарда барлығында өте қатты қажет болады. Қосылған 2-ден 5. Енді бізде жаңағыдай бөлшектердің бөлімдері бірдей сандарға келді. Бөлшектің бөлімін дәл сол күйінде қалдырып, тек алымын есептейміз. 10-ға 5-ті қосып, 15-ті жазып қоямыз. Бұл бізде 2-ден 15. Дәл осылай бізде қайталана беретін болады. Мына жерден бізде көріп тұрғандарыңызда 2-ден 15 шықты осы жерден. Енді дәл жаңағыдай 3-ті бөлетін боламыз осыған. Енді біз уақытты қысқарту үшін жаңа көрдіңіздер ғой, мына жерде бөлу амалын көбейтуге айналдырған кезде екеуінің орнын ауыстырдық. Сондықтан сразу жаза берсек болады. 3-ті көбейтеміз, 2-ден 15-тің орнын ауыстырып жазамыз. 15-тен 2 деп. Тең болады, сразу қысқартамыз 3 пен 15-ті. 15-тің орнында 5 қалады да, жауапты 5-тен 2 деп жазамыз. Әрі қарай дәл жаңағыдай қайталанады. Енді бұны 6-дан азайтамыз. 6 азайту 5-тен 2. Ортақ бөлім береміз, 6-ға 5-тен берем. Тең болады. Бөлшектердің бөлімі бірдей, екеуі де 5. 6 5-ім 30, 30-тан 2-ні азайтып, сразу 28-ді жазып қоямыз. Енді қайтадан 7-ні бөлетін боламыз, сразу көбейту амалына айналдырамыз. Бөлшектердің орнын ауыстырамыз. 28-ден 5. Тең болады. 7 мен 28-ті қысқартамыз. 4. Сонда бізде жауап 4-тен 5. Енді біз мына жерде мынау ұзын сонар бөлшектің орнында 4-тен 5 қана деген бөлшек шықты, я? Енді осыны біз мына жоғарыдағы 4-тен 3-ке қосатын боламыз. Бұл жерде әрі қарай уже оңай. 4-тен 3-ке қосамын. 4-тен 5-ті тең болады, бөлшектердің бөлімі бірдей, 4-тен 8 шықты. Бұл бізде барлығыңыз білетіндей 8-ді 4-ке бөлеміз, сонда жауабы 2 шықты. Мына есептің түріне қарап осылай қорықпасаңыздар болады. Жауабында өйткені бізде 2 деген жауап шығатын болады екен. Енді келесі есеп. Төмендегі суретте жартылай шеңбер және тең қабырғалы үшбұрыш бар. Үшбұрыштың бір жағы 14 см дейді. Мына үшбұрышқа қараңыздар, я? Мынау тұрған үшбұрыштың бір жағы 14 дейді. Бізде мына жерде айтып қойған тең қабырғалы, яғни барлық қабырғасы бір-біріне тең. 3 қабырғасы да 14 деп алсақ болады. Және мына жерде қарап тұрғандарыңыздай бұл бізде балмұздаққа ұқсайды,
Сосын осы жердегі фигураның периметрін табыңыз дейді. Ең бірінші периметр дегенде еске түсіріп алайық, иә, 5-ші сыныпта барлығымыз өттік периметр дегенімізді. Негізінде периметр кез келген осындай фигура берілсе, соның сыртқы мына ұзындықтарының қосындысы. Бізде мына үшбұрыштың бір қабырғасы белгілі, мына жері белгілі. Енді мына жарты шеңбердің ұзындығын табуымыз керек. Ол үшін бір кәдімгі шеңберді сызып алайық, иә. Мына жерде шеңбер бар. Бұл шеңбердің ұзындығы с әрпімен белгіленеді. Және оның формуласы бар өзінің с тең 2πr деп аталады. Мына жерде тұрған пи барлығымыз білетін шығармыз, 3,14 деген санға тең жуықтап алған кезде, бірақ бізде есепте беріп қойған мінекей 22 бөлінген 7, яғни бөлшек ретінде 7-ден 22 деп алуға болады. Осының ұзындығын есептейік. С тең 2, пидің орнында бізде беріп қойған 7-ден 22, иә? 7-ден 22. Енді бізде не белгісіз? Радиус, яғни r белгісіз. Бұл радиус дегеніміз мына жерден қақ ортасынан бөлінеді, соның жартысы. Яғни мынау бізде ұзынынан 14 болса, оның жартысы 7-ге тең болады. Демек, осыны біз көбейтеміз 7-ге. Тең болады. Енді осыны ары қарай есептейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, мына бөлшекте 7 мен 7 қысқарады. Сонда мына жерде 2-ге 22-ні көбейтем. Бұл бізде 44-ге тең болады. Яғни, мынау бізде ұзын тұрған кәдімгі толық шеңбердің ұзындығы 44 болса, оның жартысы қаншаға тең? Жартысын табу үшін оны 2-ге бөлеміз. Сонда бұл 22-ге тең деп айтамыз. Енді бізде мынау жартысы 22-ге тең, көріп тұрғандарыңыздай. Ал қалғандары мынау 14 периметрін табу үшін барлығын бір-біріне қосып шығамыз. 14-ке қосамын 14-ті, оған қосамын 22-ні. 28 қосу 22 тең болады 50-ге. Демек, жауап бізде D вариантын белгілейміз 50 сантиметр. Келесі есеп. Төмендегі тізімде теледидардың бағасы көрінбейді. Барлық 4 заттың орташа бағасы 21450 теңге. Теледидар бағасын анықтаңыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңызда теледидардың бағасы жазылмаған. Яғни осы жерде біз белгісіз болғандықтан белгісіз айнымалы қоямыз, яғни x қоямыз. Енді осылардың орташа бағасы деген сөз, мына бағаларының барлығын қосамызда, бізде қанша зат бар? 4 зат бар қоя, соған бөлеміз деген сөз. Сол кезде 21450 шықты. Яғни ең бірінші затымыз бізде 28800, оған қосамын 9600-ті, оған қосамын x-ті, және де оған қосамын 19900-ті. Осылардың барлығынан шыққан санды, жаңағы заттардың саны біз 4 өтедік қоя, 4-ке бөлеміз. Сол кезде орташа бағасы берілгенінде айтып тұр 21450-ге тең дейді. Енді бұл есепті бізде 6-шы сыныптың оқушылары жақсы шығаруы мүмкін мына теңдеуді, бірақ 5-ші сыныптың оқушылары, 4-ші сыныптың оқушылары қиналуы мүмкін. Сол үшін бір түсіндіріп өтейін, мынау бізде пропорцияға келеді. Яғни 21450-дің бөлімінде көрінбейтін бір саны бар. Осы жерде біз көбелек әдісін пайдаланамыз. Яғни пропорция дегеніміз бізде мысалға А бөлінген Б-ның С бөлінген Д-ға қатынасы. Яғни көбелек әдісі деген мына жерге кәдімгідей көбелек саламыз. Б-ға С-ны көбейткенде тең болады А-ны Д-ға көбейткенге. Көбелекке ұқсады ғой, мына жерін былай насасақ бізде көбелек шығады. Осы бізде пропорция әдісі деп аталады. Яғни, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 4-ке көбейтемін 21450-ді. Сол кезде ол мына сандардың барлығының қосындысына тең болады. Енді біз 21450-ді бірінші 4-ке көбейтіп алайық. 0, 22 ойда, 4-4-ім 16, ойдағымен 18, 1 ойда 4, 5 және 8. 85800 болады. Енді мынау бізде барлығының қосындысы 85800, және де мыналардың барлығын қосып, мына 85800-ден азайтқан кезде бізде 27500 деген жауап шығады. Осыны ертең есепте келген кезде қателесіп қалмаңыздар, осындай пропорция деген әдіс бар. 6-шы сыныпта өткен кезде ең басында өтесіздер. Сонда бізде жауап бұл жерде теледидар 27500 теңге шығады екен. Келесі 4-ші есепте самалда 3000 теңге болды. Ол 1350 теңгесін жұмсады және ағасына 750 теңге берді. Ақшасының қанша бөлігі қалды? Енді қараңыздар, мысалға сенің 3000 теңген болды деп есептейік.
оның сен 1350 теңгесін жұмсадың, 750 теңгесін ағаңа бердің, сенің қанша теңген қалды? Иә, оны есептеу үшін біз тек азайта саламыз. Бастапқы болған сенің 3000 теңгеңнен азайтамыз 1350-ді, одан азайтамыз 750-ді. Осы жерде бізде тең болады 900 теңген қалады сенің. Осы 900 теңге сенің бастапқы ақшаның қанша бөлігі екенін есептеуіміз керек. Бөлік деген кезде бізде всегда ойымызға бөлшек түсу керек. Яғни, сенде бастапқыда болған ақшаң ол 3000 теңге ғой, соны бөлшектің бөліміне жазамыз, қалған ақшаңды үстіне, яғни алымына жазатын боламыз. Сол кезде сенде қанша бөлігі қалды, соны табамыз. Енді мына жерде қысқарту амалын орындаймыз. 5-ші сыныпта өттіңіздер қысқартуды. Екеуінің ең соңындағы 2 нөл қысқарт тастаймын. 30-дан 9 қалды, иә? 30 пен 9 екеуі де қандай сандарға бөлінеді? Иә, екеуі де 3-ке бөлінеді. Демек 3-ке қысқартам. 30-ды 3-ке бөлсем 10, 9-ды 3-ке бөлсем 3. Демек 10-нан 3 бөлігі. Сенің бастапқы ақшаңның 10-нан 3 бөлігі қалды деген сөз. Яғни бұл жерде жауап бізде А вариантын белгілейміз. Келесі. Қораптың салмағы 5 бірдей құмыраның салмағынан 298 грамға ауыр. Қорап салмағы 2,5 килограмм болса, онда әр құмыраның салмағын анықтаңыз дейді. Ең бірінші сөйленген назар аударайық. Қораптың салмағы. Оны біз қорап деп жазып қояйық, иә? Ол мына жерге 5 бірдей құмыра дейді, яғни 5 құмыраның салмағынан 298 грамға ауыр дейді. Мынау ауыр болса, егер мен осыдан 298 грамды азайтып тастайтын болсам, екеуінің салмағы теңеседі ғой, дәл осылай есептеп алайық бірінші. Енді екінші сөйлемде айтады. Қораптың салмағы 2,5 килограмм. Демек, мына қораптың салмағының орнына 2,5 килограммды қоямын. Бірақ бізде мына жерде грамм, ал мына жерде килограмм. Екеуін бірдей санға айналдырып алуымыз маңызды. Өйткені екі түрлі біз өлшемдермен жұмыс жасай алмаймыз. 1 килограммда 1000 грамм болады. Жерге жазып қояйын, сіздерге түсінікті болу үшін. 1 килограмм ол бізде 1000 граммға тең. Енді 2,5 килограмм, бұл жерде түсінікті, ол 2500 граммға тең. Енді мына қораптың орнына 2500 граммда жаза қоямыз. 2500 грамм, одан азайтамын 298 граммды. Тең болады 5 құмыраның салмағына. 2500-ден 298 азайтатын болсақ, 2202. Тең болады 5 құмыраға. 5 құмыраның салмағы 2202 грамм болса, бір құмыраның салмағын қалай табамыз? Я, 2202-ні 5-ке бөлеміз. Сол кезде бізде 440,4 грамм деген жауап шығады. Осыны белгілейтін боламыз. Осымен 5-ші сұрақты да аяқтадық. Келесі 6-шы сұрақ. Сұлтан өзінің 25 қызметкерінің арасында айлық ретінде 7 миллион теңгені тең мөлшерде таратты. Әр қызметкер қанша теңгеден алды? Бұл жерде сұрақты жақсылап оқитын болсаңыздар, өте жақсы түсінікті болып тұр, иә? Бұл сұрақ өте оңай. 25 қызметкерге 7 миллион теңге берсе, әрқайсысы қанша теңгеден алады? Оны табу үшін біз жай ғана 7 миллионды 25-ке бөліп шығамыз. Болды. Сіздер бұны ертең емтиханға барған кезде асықпай кәдімгідей баған түрінде бөліңіздер. Бұл жерде бізде жауап 280 мың теңге шығады. Жай ғана бөлу амалы баған түрінде бөлетін болсаңыздар, сіздерге түсінікті болады, 280 мың теңге шығады. Осындай сұрақтарды қарап отырып, нештің тестері өте оңай деп ойлап қалмаңыздар. Бұл жерде сіздерде уақыт керек болады. Уақыт жағынан сіздерді қысады, сондықтан есепті тез шығарып үйренеміз. Құмырада 2 литр апельсин шырыны болған. Дархан барлық шырынды 8 стаканға теңдей құйды. Әр стаканға қанша апельсин шырыны құйылды дейді. Бұл жерде де бұл есеп кішкене оңайлау. 2 литр апельсин шырыны болды. Оны сен 8 стаканға бірдей құю үшін 2-ні бөлесің 8-ге. 4-ші сынып, 5-ші сыныптың оқушылары ойлауы мүмкін, мен 2-ні 8-ге қалай бөлем, 2 кішкентай ғой деп. Бірақ бұны бөле аласыздар. 6-ші сыныпқа барған кезде өтесіздер. Яғни мына жерде 2 сіздерде 8-ге жетпейді, иә? Сондықтан мына жерде 0-ден қайырамыз, яғни 0 бүтін деп айтамыз. Ондық бөлшектерді 5-ші сыныптың соңғы жағында өтетін боласыздар. Енді мына жерге 0 қойғаннан кейін 2-нің артына да 0 тіркеуге болады. Ары қарай 20-ны 8-ге бөлеміз. 20-ның ішінде 8 2 рет кездеседі. 8-ді 2-ге көбейтсек 16. Кәдімгідей баған түрінде бөлуді орындаймыз, иә? Азайтамыз. 20-дан 16-ны азайтсақ 4 қалады. Енді 4 әлі де 8-ге жетпейді. Демек 4-тің артына 1 0 тіркеймін.
40-тың ішінде 8 неше рет кездеседі? Көбейту кестесі бойынша 5 рет, өйткені 8 бесін бізде 40, сонда ең соңында 0 қалады. Демек, жауап 0,125 мына жерде литр. Өйткені бізде бастапқыда литрмен берілген ғой, сондықтан жауабы да литрмен шығады. Ал егер біз оны миллилитрге айналдырған болсақ, жауап миллилитрмен шығатын еді. Жауап бізде 0,125 литр болады. Келесі соңғы 8-ші есеп. Осы есепті соңына дейін қараңыздар. Сол кезде біздің келесіде арнайы бонусымызды көретін боласыздар. 0,158 километрдің 4-тен 1 бөлігі нешеге тең дейді. Мына жерде бізде километрмен берілген, ал жауапта қарап отырсақ метрмен берілген. Демек, мына 0,158 километрді біз метрге айналдырып алайық. 1 километрде бізде 1000 метр бар. Осындай өлшем бірліктердің барлығын жаттап алыңыздар. Километрді метрге айналдыру, килограммды граммға айналдыру деген сияқты. 1 километрде 1000 метр болса, енді 0,158 километрде қанша метр болады? Ол бізде 580-ге тең, яғни 0,158-ді 1000-ға көбейте саламыз. Сол кезде бізде 580 метр шығады. Енді осы 580 метр, оның 4-тен 1 бөлігін табуымыз керек. Кез келген санның бөлігін тапқан кезде біз соны көбейте саламыз. Яғни 4-тен 1 бөлік бар, демек 4-тен 1-ге көбейтем деген сөз. Тең болады. Енді мына жердегі 580-нің 4-тен 1 бөлігін табу үшін, мына жерде бөлімінде 4 қалады, 580 бізде алымына көбейтіліп кетеді. Өйткені 580-нің бөлімінде көрінбейтін 1 бар, Енді ары қарай тек 580-ді 4-ке бөлеміз. Сол кезде бізде жауабы шығады. Ең бірінші 5-тен қайырамыз. 4 азайтқан кезде 1, 18. 18-дің ішінде 4 бізде 4 рет кездеседі. 16, 2 қалады, 20. 20-ны 4-ке бөлсек 5. Демек, 145 біз жаңа мына жерде метрмен есептеп жатырмыз ғой, ұмытып қалмаңыздар. Сондықтан ең соңында жауапты метрмен белгілейміз. Демек, 145 метр Д вариантын белгілейтін боламыз. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ең басында айтылған бонусымды алу үшін төмендегі сілтемеге өтіп, біздің инстаграмымызға немесе ватсабымызға тегін тест жазатын болсаңыздар, сіздерге не және ктл-да келетін слив сұрақтарды тегін беретін боламыз. Сау болыңыздар.